Ибраһим Юсуп шайыр ағамыз жазып өткен Қарақалпақ туралы сөз. Қара табан, қара бұқара, бабам ғайбар кісі болған, кеулі ақ, қалпағы қара жау менен көпсі болған. Аттан құлап атырғанда, қан майданда сүйеп оны, бір уәсият айтып кет онда деп сұрапты оннан ұлы. Уәсият екен ал сондағы айтып кеткен ұрпағына, тыр жалаңаш қалсаңдағы бек бол бала қалпағыңа. Қара қалпақлар соннан баслап қалпағы менен туылыпты. Көп заманды ізге таслап, қалпақ шешпей жуырыпты. Көп заманның әндейшесін көрсе де көзі ағармаған, жоғалса да көп нәрсесі, қалпағы еш жоғалмаған. Қандай керемет. Қара қалпақ. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендерім. Бүгінгі бейнеролик ең керемет болайын деп тұр. Себебі бүгін Қарақалпақ туысымыздан сұхбат алдым. Жалпы Қарақалпақ тілі Қыпшақ тобының Қыпшақ ноғай бұтағына жатады. Қарақалпақ тілінде екі диалекті бар. Бірі қазақ тіліне жақын солтүстік шығыс диалектісі, екіншісі өзбек және түркмен тіліне жақын оңтүстік батыс диалектісі. Жалпы халық сөзінен алынған мына шумақтарды атап өткім келеді. Өзбек өрістес ел, қырғыз қоныстас ел, Қарақалпақ қарындас ел, түрікпен тамырлас ел. Көрермендерім, сұхбатты бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, және де бұл бейнероликті соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Енді сіздерді ұзақ күттірмей сұхбатты бастасақ болады. Сәлеметсіз бе, Азизбек? Ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай? Шүкір жақсы. Амансыз ба? Рахмет. Мен де жақсымын. Сұхбатқа келіскеніңіз үшін көп рахмет сізге. Жалпы өзіңізді біздің көрермендерге таныстырып өтесіз бе? Мен Азизбек, фамилиям Нұраддинов. Өзбекстан ішінде Қарақалпақстан деген республиканың Қожелі қаласында тұрамын. Нөкске жақын болады. Осы Қарақалпақстанда Өзбекстан мемлекеттік көркемөнер һәм мәдениет институтында музыкалық театр актерлығында 4-ші курс студентімін. Айтып өтсем, өзім сол өнер тарауында жүрген адаммын. Гитара өзіміздің милли инструментіміз, дутар, алам ойнақ дутарын шертемін. Күнде гитара инструментінде ойнаймын. Қазақ халқының қосқыларын сүйіп айтамын, қатты жақсы көрем. Ой, рахмет. Қазір сұхбаттың басында біздің көрермендерімізді бір таң қалдырып жібересіз бе? Қандай ән шырқап бере аласыз? Ана жайлы болса керемет болар еді. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Анашым, қазақша. Қазақша, жақсы, бастайық. Ең сүйіп айтатын қосығым ең. Шет жүрсем сағынарым, жабықсам шағынарым, анашым бір өзіңсіз табынарым. Қорғаным өзіңдеймін, жандауа сөзіңдеймін, анашым сіз ойласам үзілмеймін. Анашым шалқып күлсең, алдымда ұзақ жүрсең, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Неткен керемет дауыс. Даусыңызға өте таң қалып, тамсанып отырмын. Көп рахмет, тағы да бір рет.
Жалпы келесі сұрағым, Қарақалпақстанның тұрғындары қанша тілде сөйлейді? Бізде әдетте қазақ, өзбек, тағы түркмен елдері бар да, бізде бірге жасайтын біздермен. Енді тілдеріміз араласып кеткен бәріміз. Біздердің енді қарақалпақлар бар, қазақ жораларының қасында қазақша сөйлейді, жаңағы орыс жораларының қасында орысша, түркменлердің қасында түркменше, өзбектердің қасында өзбекше сөйлейді да. Себебі ол біздердің тіліміз сәл аңсатылау ма, әр тілге келіп келеді да, еще біздерде көбінше акцент кетпейді сөйлеген уақытта бір сол тілден. Өзбек тілде сөйлесін, акцент кетпейді. Қазақ тілінде сөйлесін, акцент кетпейді. Енді көп естігендікі мен кішкентай кезде. Енді қала жақларында көбінше орысша сөйлейді. Араластырып, қарақалпақ тіліне. Сол тілде. Жақсы. Жалпы Қарақалпақстанда жастар үшін перспектива бар ма? Даму жолдары деген сияқты. Әлде Қарақалпақстандағы жастардың көбі жаңағы Өзбекстанға ұмтылады ма, әлде басқа мемлекеттерге ұмтылады ма? Енді әрбір заманның несі болады ғой, әзіргі жастар енді көбінше шетелге не алады, бірақ енді Өзбекстанның іші емес, Россия сол жақларға елкілеп тілден алып, сол жақлардың артистлері нелеріне қызығады. Жақсы. Сіздің ойыңызша қазақтар мен қарақалпақтарды не байланыстырады? Қандай дәстүрлеріміз бекен, не нәрселер ұқсас? Басынан баслап айтып берсем, қазақ елі мен қарақалпақ елінің бір-бірінен айыратындай бір несам жоқ та, қатты ұқсас болғанда копия десеңіз болады да. Енді қазақ елінде милли инструментіңіз домбыра бар, туырма. Домбыра аспабы, біздерде де дутар аспабы бар да. Ұқсаслығы, сазлары, енді дауыслары әртүрлі дегенменен бір-біріне ұқсайды. Кейін нағысыларымыз қатты ұқсас бір-біріне. Сіздерде мысалы уақытында қар үйлерде жасағансыз. Ал жаспасам. Біздерде де сол қар үй милли үйіміз есіп қана біздердің. Сіздерде қандай деп аталуын білмеймін, біздерде қар үй деп айтылады. Бір комалақ. Бізде киіз үй дейді. Жалпы қазір басыңызда тұрған ұлттық бас киімдеріңіз дұрыс па? Атауы қалай? Қарақалпақ қой. Қарақалпақ. Жақсы, онда келесі сұрағым. Жалпы Қарақалпақстан мемлекеті қандай өндіріс саласына бейімделген? Біздерде егістік майдан көп болғанлығы себеплі мақта, бидай, салы, мәш өнімдерін егіп, сыртқы мемлекеттерге экспорт, импорт қылады. Сол тарапынан біздерде. Жақсы. Ал Қарақалпақстанның жалпы климаты, ауа райы қандай айтып бере аласыз ба? Жазда қалай, қыста қалай болатынын? Енді біздер Қарақалпақстан мемлекеті алдынлары көпшілік жері дария, теңіз болғанда негізінде. Арал теңіздің толып тұрған уақытларында біздердің әзірге тұрған орындар негізі көбінше дария болған, үлкен дария болған. Енді ой болғанлығы себеплі біздер тарап енді жазда онша ыссы болмайды. Қатты ыссы болмайды. Бірақ қыста суық, сәл суық болады. Қанша градусқа дейін төмендейді? Енді әр жылы әртүрлі болады да. Ең көбі 35-ке дейін төмендеген шығар. Минус 35, я? 40-45-ке де барған күндер бар шығар, енді о жақларын ұмыттым. Одан көтерілмеген. Төмендеп. Жалпы мынандай қызықты бір сұрақ болып тұр да. Мен мысалы Қазақстанда мектепте оқыған кезде бізде ауа температурасы минус 27-ден төмендегенде бізде мектепті тоқтататын, яғни мектепке бармаушы едік. Сондай кезеңдер болды ма сіздерде мектеп кезінде? Болды. Өткен жылан бауы қатты суық болды. Үйден шығармай қалған күлдерім болды. Ондай суық болды. Жақсы, түсінікті. Келесі сұрағым. Мысалға бізде қазақтар рудан құралады, я? Біз өзіміздің ата тегімізді, жеті атамызды атап өтеміз. Сіздерде қалай? Айтып бере аласыз ба? Біздерде енді бұрынғы заманлары қауым болған, енді үлкен рулар болған,
Қожа руы дегендер бар, Маңғыт руы дегендер. Ең үлкен қоңыратылған Маңғыт екі рудан деп бөлініп төмендеп кете берді. Рулар жүзді көп. Кенегес, Қожа, Қолдаулы, Кенегесілердің өзі мысалы беске бөлінеді. Аранчы кенегес, Өмір кенегес, Ақтоғын кенегес. Сөйтіп бөлініп кеткен да көп рулар. Майдаласып. Кейін біздерде бір рулар бар, бір-бірімен қыз алыспайды, ал бір рулар бар, бір-бірімен қыз алысады. Сондай нелері бар. Енді мысалы кенегес деп бөлінген болса, Ақтоғын кенегес пен Аранчы кенегес қыз алысады. Бірақ енді қожалардың ішінде мысалы ондай зат жоқ. Ру көп, айта берсең. Жақсы. Өлі. Сіздер ислам дінін ұстанасыздар? Алхамдулилlah. Жақсы. Жалпы қандай ұлттық мейрамдарды тойлатасыздар? Ұлттық болсын, діни мейрамдар болсын? Енді Рамазан хайт байрамы, және Наурыз байрамлары. Наурыз байрамын қанша күн тойлатасыздар? Наурыз байрамын бір хапте дейі ғой. Сіздер қонақ шақырып, қонақ күткенді ұнатасыздар ма? Жиі болады ма ондай? Қатты ұнатамыз ондай. Иә, біздің де қанымызда бар, қонақ күтіп, қонаққа барғанды өте жақсы көреміз, қазақтар өзіміз. Жақсы. Керемет, жақсы. Сіздердің әліпбилеріңіз латын әліпбиі, дұрыс қой, иә? Латын. Кириллицаны қолданбайсыздар? Кириллицке енді 96 жылдан бұрын қолданғанда, енді ол уақытлары оқыған адамдар қазір қолданады. Кириллицке, латинский біліп 96 жылға шыққан соң, одан кейін латын әліпбиі. Жақсы, керемет. Жалпы үйлену тойында қандай ұлттық жаңағы рәсімдер өтеді? Сол жағынан хабарыңыз болса айтып берсеңіз. Енді үйлену тойында алдынлары бірінші қызды алып қашып, одан кейін тойды беріп, одан кейін қыз тарап елге де той беретін болғанда, ол уақытлар. Енді әзіргі заманға келіп, әзіргі бірінші ұзатып алады, әужер қосығы айтылады. Одан кейін қыз қосығы деген отдельный қосық бар. Сол қызды ұзатудың уақытында айтылатын. Одан соң үйіне алып келіп болып, той өткізіп, ертесі күні өзінің қаде үрпәдетілер бар, сол күні әмін нәрсесі істетіледі да. Сол күні тойдың несінде. Қыз тәртеде қаделері бар өзлерінің. Жеңге қаде, қоңыз қаде. Тағы не деп өтті? Қалың мал қандай сіздерде? Менің көрермендерім сұрап жатқан кездері бар. Қалың малын сұрасаңызшы деп, қалай деп. Ондай оқыған қыз, оқымаған қыз деп не алады да бөлінеді да. Оқымаған қызға 30 миллион, оқыған қызларға 50 миллион, магистр оқығандар 60 миллион. Сіз бағана жаңағы ұлттық рәсімдерді айтып отырған кезде алып қашу жайлы айтып жатырсыз. Әлі күнге дейін алып қашу бар ма? Ол заңды түрде рұқсат етілген бе? Енді низамды түрде рұқсат етілмеген, бірақ енді шеткі бір облыстарда меніңше алып қашады еледі ішкен. Қыздың рұқсатынсыз ондай жайттар бар, иә, бұлай алып қашып кететін? Қыздың рұқсатысыз емес, бірақ қыздың өзі хабар болу керек, үйінің алдынан бір өтіп кету керек, әзіргі заманға келіп. Бұрылар ондай. Жақсы, түсінікті. Рахмет. Енді қазір мен бір қатар сөздерді дайындағам. Сол сөздерді мен қазақша айтып шығамын. Сіз қарақалпақ тіліне аударып көріңіз. Жалпы біздің көрермендер өздерінің тілдеріне қаншалықты жақын сөздер, жақын емес пе екенін өздері талқылап көрер. Жақсы, бастайық. Адам. Сіздер қалай айтасыздар адам? Адам, инсан. Инсан. Менің білуімше түріктер инсан деп айтады. Түрік тілінде инсан ұқсайды екен. Жақсы, келесі. Ғылым, ілім. Ғылым, ілім. Сіздерде де ілім, білім болады. Ілім, білім. Жақсы. Келесі. Өте ұнатамын, немесе өте сүйемін. Қатты ұнатамын, қатты жақсы көремін. Ай атауларын айтып бере аласыз ба? Сіздерде қалай ай атаулары? Енді біздерде январь, февраль деп айтылады, дегенмен негізі қарақалпақтың фольклорында негізінде басқаша болғанда, енді оны
Азыр ядымда жоқ та, оны оқып едім бірақ. Мен қазір қазақша айтып көрейін. Мүмкін ұқсап жатса айтасыз, міне мынау сөз ұқсайды, мүмкін есіңізге түсіп қалар. Қазақша енді рет-ретмен 12 айда атап өтсем: қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша, желтоқсан. Наурыз деген ұқсайды екен де, басқалары. Наурыз марттың нетті біздерде де. Жақсы, жақсы. Көрермендеріміз енді өздері де аударып көрер, рет-ретімен 12 айда атап шықтым. Қазақша мысалы иә. Біздер ауа. Ауа. Сіздер ауа деп айтасыздар. Жақсы. Бізде ауа дегеніміз ауа. Воздух. Біздерде ауа деп айтылады. Жора, жолдас. Переводланбайды ол біздерде. Жора, жол. Солай айтылады, дәл солай, иә? Жақсы. Келесі, әңгіме. Әңгіме деген біздерде де бар. Әңгіме деп айтылады. Рассказ, иә, орысша әңгіме. Жақсы. Ән. Қосық. Қосық. Иә, бұл жерде өзге сөз екен, қосық. Жақсы. Мысалға орысша айтқанда настроение, қазақша көңіл. Біздерде кеуіл күй. Кеуіл. Кеуіл. Жақсы. Қарақалпақ туралы қосық айтсам қалай болады? Жақсы, болады. Байлық тола таласы, ілімпазлар қаласы, Қарақалпақ елінде мен қош елі баласы. Байлық тола даласы, ілімпазлар қаласы, Қарақалпақ елінде мен қош елі баласы. Ия қалпағым, менің Қарақалпағым. Ия қалпағым, менің Қарақалпағым. Қарақалпақ, мен бір сенің балаңман. Нан қам жедім, су қам іштім далаңнан. Сағындым мен сені басқа еллерде. Алла талам, асыра өзің яманнан. Сағындым мен сені басқа еллерде. Алла талам, асыра өзің яманнан. Қарақалпағым, Қарақалпағым, кеулі аппақ Қарақалпағым. Қарақалпағым, қайсарым Қарақалпағым. Қарақалпағым, міллетім Қарақалпағым. Қарақалпағым, өзімнің Қарақалпағым. Өзбек, қырғыз, түркмен менен ағайынбыз алыс емес. Туысқанбыз қазақпенен, қыз беріп қыз алысқанбыз. Бәріміз бір туысқанбыз, достыққа садық қалғанбыз. Қарақалпағым, өзімнің Қарақалпағым. Қарақалпағым, міллетім Қарақалпағым. Өзімнің Қарақалпағым, қазаққа дос қалпағым. Керемет! Қалай күшті! Даусыңыз расымен керемет, көп рахмет сізге. Енді сізге алғысым шексіз, осылай уақытыңызды бөліп, сұхбатқа келісіп отырғаныңыз үшін. Сізге барлық жақсылықты тілеймін, денсаулығыңыз мықты болсын, оқуыңызды тамамдап, арман мақсаттарыңызға жете беріңіз, биіктерден көрініңіз. Тек барлық жақсылықты тілеймін сізге, Азизбек. Рахмет, сау болың. Сізге де рахмет. Үлкен. Көп рахмет, сау болыңыз, қош көріскенше. Көрермендерім, сұхбат сіздерге өте ұнады деген ойдамын. Жалпы лепіл басып, төменде комментарийларыңызды қалдырып кетіңіздер. Және де менің контентім, сұхбаттарым ұнап жатса, менің кәсіпіме қолдауларыңызды жіберіп қойсаңыздар болады. Сонымен қатар мына жердегі менің қолдаушыларыма алғысым шексіз.
Мына жақта орналасқан бейнероликтерді де қарап шығуға ұмытпаңыздар. Хош көріскенше сау болыңыздар.